сабаққа деген көңіл-күйіміз жақсы, иә? Ал біз сабағымызды бастамас бұрын ең бірінші артикуляциялық жаттығумен жұмыс жасаймыз, иә? Кәне, айнаға қараймыз дағы. Мен айтамын, сен қайталай қой. Ал бірінші ат шауып келеді артикуляциялық жаттығуын жасаймыз, иә? Кәне. Жарайсың. Екінші сағат деген жаттығуымыз бар, иә? Кәне, тілімізді оңға, солға жасаймыз. Бір. Жаса. Жарайсың. Енді үшінші бізде тілді жазалау деген жаттығу бар, иә? Кәне, тілімізді жазалаймыз. Тістеу арқылы жазалаймыз. Тілімді тістеу. Тісте. Жарайсың. Ал бүгінгі біздің сабағымыз Л дыбысын қою. Ал менің қолымдағы қандай сурет? Балапан. Кәне, болмен айтамыз. Балапан. Иә, балапан. Жарайсың. Л дыбысын қою үшін ең алдымен біз тілімізді тістеп дыбысын айтамыз. Кәне, тағы қайталаймыз. Айнаға қарап, кеме сияқты гуіл дейміз. Кәне, тағы қайталаймыз. Жарайсың. Сезім, біздің келесі жаттығуымыз тыныс алу жаттығуы. Тыныс алу жаттығуын жасау үшін ең алдымен біз түтікшені алып, мына жерде тұрған допты үйшікке кіргіземіз. Келесі жаттығуымыз гүлге қонып тұрған көбелекті үрлеу арқылы ұшырамыз. Кәне, енді мына көгершіндерді үрлеу арқылы ұшырамыз, иә? Кәне? Жарайсың. Сезім, бүгін қандай дыбысты өттік? Л дыбысын өттік. Л дыбысы бар. Кәне, бірнеше сөздерді айтамыз? Бала, лашын, және балапан. Жарайсың. Бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Иә. Қандай немен қорқытпаймыз, кәне? Күліп тұрған смайлинг, иә? Жарайсың.